Ақтоғай ауданында мектепке жол қайырымдылық акциясы аясында 100-ден астам оқушыға оқу құралдары берілді. Балаларға көрсетілген қамқорлық жайлы тақырыпты тілшіміз тарқатсын. Мектепке жол қайырымдылық акциясын жаңа оқу жылы қарсаңында Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының Ақтоғай ауданы бойынша өкілдігі ұйымдастырды. Аз қамтылған және көп балалы отбасылардың балаларына сөмке мен мектепке қажетті оқу құралы берілді. Атап айтқанда оқушыға керек дәптер, қаламсап, бояу, альбом, түрлі түсті қағаз секілді қажет жабдықтар бар. Қазақтанымыз айтпақшы, білімді ел, берекелі ұрпақтың кепілі демекші. Осы бауырларымызға білімге деген құштарлығын арттырып, демеушілік танытқан Қарағанды облыстық Ақ жол партиясының төрағасына Абилдин Ермек Төлеуұлына және де аудандық прокуратура ұжымына үлкен алғысымызды білдіреміз. Және де аудан тұрғындарына, аудан азаматтарына, кәсіпкер азаматтарына атсалысып, осы игі шарамызға қолдау көрсетіп, бүгінгі мені осындай үлкен жоба өткіздік. Жомарттық танытқан азаматтар қажетті құрал жабдықтар үлестірумен бірге мейірім мен қуаныш сыйлады. Балаларға жаңа оқу жылы аясында әлеуметтік қолдау көрсетуді жөн көрген жандар оқушылармен тілдесіп, алдағы өмірлеріне сәттілік тіледі. Осы акцияның басын Алаштың ұшарысы кіндік-қан тамған жерден бастап отырық. Енді білімге ақ жол деген акция бұл жаңағы осы мұқтаж адамдарға, көп балалы аналы, жаңағы көп балалы отбасы балаларына арнайы мектеп жабдықтарын табыстаймыз. Бұл акцияға біздің тарапымыздан арнайы Ақ жол партиясының мүшелері және де осы біздің кәсіпкерлер жергілікті Қарағанды облысының кәсіпкерлері өздерінің үлестерін қосып отыр. Бұл акция ары қарай бізде жалғасады. Оқу құралдары салынған сөмке аудан бойынша 113 оқушыға берілді. Осылайша әлеуметтік жағынан аз қамтылған және көп балалы отбасыларға жасалған қолдау арқылы шынайы мейірімділік пен қамқорлықтың лебі сезілді. Мақсат Бейсенаев, Аңсар Балдақов, Білдірген Асығат, Сарыарқа телеарнасы.